Достар, 75-тіктерді қараңыздар. Өте көп екен. 50-55-тер азайып кеткен, 50-лер азайып кеткен. 70-тік, 75-тік толып кеткен. Бағаларын көрейік енді. 9000 миль жүрген екен, 75-тік $29500. Көп тұстар ғой. 2021, 2-5. Эсе комплектация. Наяқта қызылы тұр. Бір шеттен бір бағаларын көрсете кетейін, историяларын. 39 миль жүрген екен, 22820 жылғы. Ақ түрі әдемі екен. $23500 сұрапты. 18 жылғы. Көбінесе эсе комплектациясында 70-тік мына. Ар жақта 70-тік, мынау 70-тік түгел кәдімгідей көп. Бағалары шама. Дені дұрыс 75-тіктер $27000 шамасында тұрады. Минимальный повреждение, удар жаңағындай. Кішкентай. Және подушка ашылмағандар. 27000 плюс-минус тұрады. Ал жақсы 70-тіктер 20-ның үстінде ғой, 24 плюс-минус тұрады. Жақсы 70-тік керек болса. Бағалары сондай. Ал енді мына RAV4-ті де көріп жіберейік. 35 мың сұрап тұр екен, 3000 миль жүрген. 21 жылға 2-5 қызыл люкпен көп тұстар ғой. Комплектация қалай екен, кожа екен. Бесключевой доступпен старт-стоп. Бесключевой доступпен. Комплектация жақсы екен. XSM не? XL 4-ді. Так, Lexus көрейік. Lexus 22500 сұрап тұр. 2000 жылғы мұнау көрінбей тұр екен. Lexus'тердің бағасы. Highlander 2020 неше мұнау? 2020 екен. 42000 сұрап тұр ғой. 8000 миль жүрген гибрид екен, 3-5. Lexus қасында. Бір шеттен көрсете берейін, жайлап бағаларды. $43000 сұрап тұр ғой. Іші де буланып кетті ғой. 19 жылға 3-5. RAV4 $30000 сұрап тұр. 4-4 дейді, 18000 миль, 30000 жүрген. 21 жылға 30000 ба, так. 18 деп қойыпты, 1800 ба или неше. Іштер буланып отыр кәдімгі. XL нұсқасында. Так, достар, енді сиеналар тұр екен, сиеналарды да көрсете кетейік. Семейный дейді ғой, жанұялық. $140,000 миль жүрген. Лобовойдың іші теріліп тұр ғой мыналарда. $13800. 14 жылғы 3-5. Комплектация қазір қарайық. Комплектация эле. Ана простой комплектация екен, эле деген. Мынау XL қасындағы. Онда бағасы бөлек етек. $13700. Нешінші жылғы мұнау. Бұлам іштер терліп кетті. Ызғарға. Highlander. Мияқта да бір Sienna тұр екен. 14 жылға 12900, іші кожаный салон екен. Әдемі екен. Мынау $28000 сұрап тұр, 20 жылға 13000 миль жүрген, 3-5. Дәліз. Кожа салон. Комплектация қараймыз қазір XL. Sienna. Ал 4 ронерлерді көрсете кетейік. $28500 сұрап. 19 жылға 4-тік объем. Прадолардың орнына осыларды алсаң болады, жақсы көріп тұр. Sienna, Runner. Мына Runner $28000, мына $37000. Қай жылғы мынау? 21 жылға $437,000 24 жүрген екен.
іші кожа салон. Бесключевой доступпен, подогрев, пуш-старт, комплектация жақсы екен. Prius дейтін көліктер токпен жүретін гибрид. Бұлар енді $7-8 мың ғой. Мынау $8,700 екен. 18,700 да. 19 жылғы екен ол. 40 миль жүрген. Қымбат сұрап отыр ғой мынау. Так, осылай. Достар, негізінде қазір барлығын транзитпен жіберіп жатырмыз Ақтауға қарай. Әсіресе транзит деген наклейка номер сіздің атыңызға шығады осы жерден прямо. Ақтауға сіздің атыңызға барады, сіздің атыңыздан растаможка төленеді, утилизбор төленеді, первичка төленіп, соменен официально таза қазақ нөмір аласыздар. Барлығын под ключ істеп береміз. Ешқандай уайымдамай тапсырыс берсеңіздер болады. 70-75-тер көп екен. Осылардан алсаңыздар болады маған. Қаншама. Осы базардың жартысы осы 70-75 сияқты ғой. Түрлі свет бар кәдімгі. Қай түстен керек барлығы бар. 50-ліктерді растамош жасап беріп жатырық. Ақтауға апарып, Евро 4 стандартына сай сертификат алып, 2/5-пен 50-ліктерге 3 миллиондай шығып тұр ғой полный. Көріп кетейік бағаларын 50-лердің. 14 жылға міне 8.900 сұрап. История. Мынау гибрид 9200. Здорово. 9000 мынауда. 14 жылғы. Бұлардың сол жақсысы 9 пен 10-ның арасында тұрады. 1700 бен Ақтауға жетеді, плюс 3 миллиондай. 8 миллион, 8,5 миллион ғой под ключ. 50-ліктер. Ал 50-ліктер енді американдық нұсқадағы 10 миллион плюс минус шығып тұр. Солай достар. Жалпы информация түсінікті деп ойлаймын енді. Ешқандай түсінбейтін нәрсе жоқ. Заказ беретін болсаңыздар, $100 задатып бересіздер бірінші. Теңгелей. Ол общий суммаға кіреді. Жалпы содан кейін барып подборға шығамыз. Подборға шығып, жақсы көлік тауып, саудаласқаннан кейін сол сумманы через банк жібересіздер. Доверенность бересіздер, сіздің атыңызға көлікті шығарып, Ақтауға жеткіземіз. Жету мерзімі енді своим ходом қазір. Своим ходом тез-тезден барады. 2 күнде барады шыққаннан кейін. Ал пароммен кететін болса енді 10 күнде жүреді. Солай достар, мияқта Lexustер бар. Басқа қандай бар? Көп көліктер. Фордтар бар, Volkswagendер бар, Subaru'лар бар. Қандай көлік керек, хабарлассаңыздар болады. Неде бір 50-ліктер екен, көре кетейік. 10.500 дейді, мынау қымбат екен. 2/5, 14 жылғы. Достар, солай каналға тіркеліп қойыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Информация шығарып тұрам, ютубқа тіркеліп қойыңыздар. Инстаграм бар, Казкөлік деген, тикток бар, Казкөлік деген. Дәл осы ютуб сияқты. Тіркеліп қойсаңыздар. Инстаграмда көп болам, активно көбінесе. Сторис шығады, сояқыш тіркеліп қойсаңыздар да болады. Lexus ES. Ешқандай удар болмаған, салоннан алынған. 70 километр жүрген, $42,000 сұрап тұр, 20 жылға 2/5 көлеммен. Әдемі бұл көліктер. Ден дұрыс көліктер, кәшін түгіл көрсетем. ES 250. Әдемі. Бесключевый доступ, старт-стоп. Қоңыр салон кожа. Так, достар, іштерді араңыздар қандай. Коричневый мен ашық қоңыр араласқан кожа. Ключтер дерзк екен. Яқа қоясын. Километрмен ғой еще. Память руль, память сиденья, барлығы бар, подогрев, обдув. Джойстикпен іштер, кәдімгідей таза екен.
жоғарысына дейін қоңыр шоколадный. Тап-таза. Дені дұрыс көлік қойған. 73 мың км.